Құрметті көрермен, біздің студиямызға меймандарымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Рахат ауылынан келген Ақыл Ырыскелдиев. Енді бұл кісіні өзің жақсылап тұрып таныстырсаң, қош келдіңіз. Қош көрдім. Енді бір мақтанып айтсаң, енді жәйдегідей бір дауысыңмен. Комментаторымыз. Хельсинктегі көрмеден вице-әлем чемпионы атанған тазының иесі Ақыл Ырыскелдиев. Иә, тамаша. Бізге қарап тұр ғой. Енді балық асырайтындарды балықшылар дейміз, балық аулайтындарды. Мысалы, кімді? Бүркіт асырайтындарды, құсбегі дейміз, атбегі дейміз жылқышыларды. Ал ит баптайтындарды, ит асырайтындарды ше? Енді ит асырайтындарды итбегі дейді, немесе тазы жанашырлар дейді. Тазы жанашырлары. Негізі көп жерлерде солай атайды, тазы жанашырлар деп. Ал тазы емес, мысалы, овчарка, қазақ итті, немесе бульдог дейік, королевский дог дейміз ғой, басқа иттерді асырайтындарды. Енді оларды итбегі деп айтады ғой. Жалпылама итбегі. Жақсы. Енді соның ішінде тазы асырайтындар жаңа тазы жанашырлар деп атады. Тазы жанашырлары. Тамаша. Енді бұл да біздің ата кәсіптің бір түрі. Ақыл және ғана өзіңізді таныстырдық қой. Енді мына батырымыз ба, сұлуымыз ба? Таныстырсақ? Көксерек деген тазы. Қазір жасы 6-ға келді. Бұны күшік кезінде Қарағандыдан алғым. Өзімнің осы Алматыда Дүйсен деген кісіміз бар, үлкен таз ұстайтын, босағаларынан талай жүйрік тазылар шыққан. Одан кейін Қарағандыда Бауыржан деген кісіміз бар. Сол кісілердің сұрыптауынан шыққан тазы. Сол кісілермен танысып, бұның алдында да тазылар болған, бірақ енді осы тазыларды кейін осы тазыларды бағып, асырап, осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Сол кісілердің енді несімен, көмегімен. Тамаша. Енді бірден бәрін біліп үйреніп кету мүмкін емес. Сондай ағаларымыздың жанында жүріп, ақылын тыңдап. Ақырындап, иә? Жігіт баласына шешесіне қарап қызын алады дейді. Әкесіне қарап, өзінің әкесіне қарап қыз жолдас таңдайды. Сондай көргенді әулеттің ұлы мекен, қызы мекен деген сияқты қыз бала таңдаған кезде солай жасайды ғой, немесе қызын аттастыратын кезде. Ал сіздердің жағдайларыңызда, иттің жағдайында? Бұл жерде тазы алатын кезде бірінші кезекте жаңағы кімнен тазы алып атқаныңды білесің. Оның тазы ұстағандарын, қазір тазы ұстайтындарында мысалы саны көп, тазыларында саны көп. Бірақ ішінен іріктеу қазір неше түрлі жарыстар болады, көрмелер болады. Сол іріктеулерден өткен мықты қазылардың қанынан аласыз ғой. Қаны бұл жерде өте үлкен рөл ойнайды. Кімнен тазы алып жатсың, одан кейін қандай тазылардың тұқымын алып жатқанын соны білуің керек та. Бұлардың жаңағы ар жағындағы әкесін сұрайсыз, оның әкесі кімнен шыққан, сондайларын сұрап, тегін сұрайды ғой, сондай. Бірден барасап, біреудің тазысына құлағы, шашағы болса, төсі болса болды, тазы екен деп ала беруге болмайды. Бұл өте маңызды. Өте маңызды, яғни кәдімгідей ата тегі бар дейсіз ғой? Иә. Бұның мысалы әкесінің суреті бар, оның әкелерінің суреті бар мысалы. Сондай тегі бар тазылар. Содан жаңағы кісілермен де сұрасқанда өте бұрыннан таз ұстап жүрген кісілерден алған дұрыс негізі. Өйткені көпті көрген кісілер бәрін біледі. Бұл да жылқы сияқты, бана өзінің сыны бар, дене мүшесі, соғанда көп мән беру керек. Қазір неге оралайықшы, сіздің осы тазыңыз Хельсинктегі көрмеде вице-әлем чемпионы атанған екен. Сол жарыс туралы айтып беріңізші. Енді ол жарысқа бірден кетіп қалған жоқ. Біз 2023-те мен тазылардың бәрін осы Алматыға алып келіп, Аврора деген клуб бар, сол жерде құжаттандырдық. Бұлардың бәрі құжатымен заңды, чиптары бар. Содан 2024 жылы Астанада экспода көрме өтті. Ол жерге эксперттер Европадан келді. Бағанағы иттің тұқымын тіркейтін эксперттер келді. Сол жерде бізді өзімізді осы Алматыдан Аврора деген клуб алып барды. Өзімізді апарып, сол жерге жататын жерімізді бәрін жағдайымыз жасап берді. Сол жерде тазыларды көрді эксперттер.
Содан 2025 жыл маған көктемде Қазақстан кинологтар одағының президенті хабарласты, Астанадан, Бауыржан деген кісі. Сол кісі хабарласып, осылай сенің итіңді біз таңдадық, Финляндияға, Европаға жіберсек қалай қарайсың деді. Содан осы Алматыда Аврора деген клуб бар, сол клубтың жаңа президентімен хабарласты деді, Александра деген қыз. Сол кісілермен хабарласып, құжаттарын бәрін жөндеп, құжаттары бәрі заңды болған, нотариустан доверенность жазып бердім, билеттерін алып, самолетпен апарып келді сол жерге 10 күнге. Сіз өзіңіз барған жоқсыз? Мен өзім барған жоқ, бағана Александра. Қазыны жібердіңіз, кәдімгідей? Иә, заңды нотариустан доверенность жазып бердім, таможняға, неге, кеденге. Содан апарып келді. Итіңіздің несімен танысақ, атымен танысақ? Көксерек деген. Көксерек, иә. Осы Көксерек барып қайтты ғой, иә? Осы Көксерек барып қайтты, иә. Енді қараңыз, Көксерек өзі кетті, сіз жоқсыз. Жолда бір іші ауырып, іздеп, сағынып, бейтаныс адаммен кетіп бара жатыр, қайда кетіп бара жатыр, менің бүйрегім, бауырым сат жүрмей ме екен, шетелге кетіп бара жатырмын деген, ондай қорқыныш, ондай нәрселер жоқ па? Ондай хайуан болса да. Жоқ, ол кісілер жаңағы көктемде хабарласып, бәрін келісім шарт жасағаннан кейін, бұл кісілер өздерінің қолын алып кетті тазына. 4 айға. Үйретіп, өздеріне үйретіп, одан кейін жаңағы ортаға шығарған кезде бұлардың өздерінің жүргізетін нелері бар, жаттығулары бар, соны үйретеді, бәрін 4 ай уақыт дайындады ғой тазына. Тырнақтарын алады, жаңағындай нелерге апарады, салондарын апарады өздерінің. Сонда бұл аңшылыққа емес, сұлулық байқауына қатысты ғой. Аңшылығы да бар. Аңшылығы да бар. Аңшылығы да бар. Негізі аңшымын. Бірақ жаңағы көрмелерге қосымша. Хельсинкиде ол негізінде ол Европаға сұлулық сайысына қатысты ғой, иә? Сұлулыққа барды оған, иә. Көрме. Кәдімгі шашын тарап, тырнағын алып, спа бар ғой қазір кәдімгідей. Иә, сондайларға апарып, бәрін тазалап, жуындырып, сөйтіп алып барады. Ол жақтан келгеннен кейін сондай айтады ғой, яғни 4 ай бойы сол Хельсинкиге барып келгенге дейін бүткіл жағдайын жасады олар, дұрыс па? Ол спаға барады, тырнағын алады, маникюр, педикюр, бірдеңкелер жасаған шығар. Үйде бақты ғой, 4 ай уақыт. Жаңағы қыз Александра деген Аврораның клубтың президенті, сол қыз үйінде ұстап бақты. Кейін келгеннен кейін де сіздердің өзіңізді солай қарайсыз ба, әлде енді үйге келдің ғой, сенің үйің ана жақта. Енді ол кісілер сияқты үйде ұстамаймыз, бірақ енді жататын жерлер бәрі таза. Кәдімгідей өздерінің үйшіктері бар, іштеріне шөбін саламыз, сабанын салып қоямыз, жұмсақ. Сондай таза жерде жатады. Бірақ қызық болған, сол қызбен Алматыдан кездесіп алып кетейін деп барсам, маған келгісі келмейді, ана қыздың артына тығылып. Сонда қандай сезімде болдыңыз? Білмеймін, өзінше тығылып, маған кәдімгідей жатырқаған ғой 4 айдың ішінде. Ой, әрине, спаға барса, массажын алса, тамағын кәдімгі жесе, былай жүріп, Европаға барып келсе. Европа. Стамбулда болды, келе жатып, 2 күн Турцияда болды, одан бері Қазақстанға. Итекеш итіңді біледі деген осы ғой. Енді Финляндияға барардың алдында 1 ай бұрын Қырғызстанға барды. Жаңағы, ол жерде де көрме болды. Халықаралық үлкен деңгейде көрме өтті. Сол Финляндияға барардың алдында 1 ай бұрын. Ол жерден жүлделі болып қайтты. Жаңағы арабтың тасы, одан кейін орыстың борзыйынан кейін 3-ші орын алып қайтты. Содан 1 айдан кейін бірден неге кетті Финляндияға. Мен енді қыз сыны дегенді Такер естідім. Біз мектеп кезден бастап қыз сыны деп өстік қой байқауларға қатысып. Бірақ жігіттікі сұлтанда, жігіт сұлтаны деген байқау. Бірінші рет естіп тұрмын, тазылардың арасында да сын бар екен, иә? Сол сынды кәдімгі тұрғызайықшы, егер мүмкіндік болып жатса. Сипаттап айтыңызшы, бір көрсетіп дегендей. Нағыз сұлу таза дейміз бе, қалай дейміз? Мықты, нағыз таза қалай болады? Қай жеріне қарап, оны нағыз сымбатты иттің ханзадасы немесе иттің сұлтаны деген атаққа қалай? Дене бітімі, жаңағы сүйегі дейді, былайынша экстрері дейді. Бұл тазыларда сын болғанда жаңағы өздерінің өлшемдері бар. Мысалы, тұмсығы бар, құлағының шашағы болу керек. Одан кейін артқы аяқтары былайынан тік болмау керек. Кішкене осылай, былай орысша айтқанда рычаг дейді. Одан кейін құйрығын тартқан кезде біреу сүйегіне жететіндей болу керек. Немесе асып кетпеу керек, кем болмау керек. Төсі болу керек. Өз жүйрік тазылардың сынына келетін болсақ, төстері кең, омырау кең болады.
қолтығы кең болу керек, артқы сандары бұлшық етті болу керек, қабырғалы болу керек. Енді кейбір тазылар көксеректен де биік тазылар бар, бойлары биік. Олардың кішкене денелері ұзындау болады. Өз сүйегіне, денесіне сай болу керек қой. Және де мына аяғында шашақтар шығып тұрады, иә? Бұлар өздерінің түбіт жүндері дейді. Бұлар қыстан шыққаннан кейін, қыста енді суықта өздері солай жүндес болады. Көктемде түліп кетеді. Сипаласаң бола ма, орайы келіп тұр? Сипалай беріңіз. Бұлар өте текті, таза иттер ғой. Жаным менің көксерек. Өзіңіз шаш таразы, енді шаш таразыға барамыз ғой. Жүн таразы бар ма бұларда? Иә, тарақтары бар. Тарап, тазылап тұрамыз. Өзіңіз жасайсыз несінің барлығын. Тарақтары бар, тарап. Бұнау енді тікендерін алып, далаға шыққан сайын, мысалы, болады ғой, сондай далада жүреміз. Мен өзім негізі жылқы ұстаймын. Жылқының күнде былай айтқанда жылқыда жүрем. Керемет тап-таза расында да, иә? Жылқыда жүрген сайын ертіп оламыз қасымызға. Тазы ит негізі төзімді, сабырлы иттердің бірі деп айтсақ бола ма? Иә. Бұл тазылардың енді кейбіреулерінде бар, кейбіреулерінде жоқ қасиет. Бұлар жаңағындай суғанақ болмайды. Мысалы, өз көксерек өзі сондай. Біз жаңағындай далада жүреміз, жылқыда жүреміз. Одан кейін қоржынымызға жейтін заттарымызды салып аламыз. Таңертең кетесің, кешке дейін жүресің. Сонда далада жаңағы жайып қоямыз, қоржынның үстіне нанымызды, чайымызды. Дастарханға неге жақындамайды. Жоламайды, иә, дастарханға? Жоламайды. Одан кейін дастарханда, мысалы, жаңағындай далада отырып бірдеңені бүйтіп лақтырып берсең, келіп анандай жерде жатады, бір 10-15 метр жерге барып, келіп жемейді соны. Енді тамағы жағына келетін болсақ, бұларға таза ет берем. Шикідей таза, иә? Иә, шикідей. Енді кейбір кісілер пісіріп беретіндер бар, мен өзім бірақ шикідей берем. Қысы жаз ет берем, өзім үйде тоңазытқышым бар, арнайы осы иттерге ішіне 150-200 килограмм ет толтырып қоямын. Қанша уақытқа жетеді? Енді қазір бір 5-6 итім бар. Күнделікті әрқайсының өзінің өлшемдері бар. 1-1 килограмм, жаңа төбетіме 2 килограмм, 3 килограмм ет жейді күнде. Солардың бәрін есептеп берем. Соғым соясыз, кәдімгідей итке? Енді өзіміз жылқы ұстаймыз, жылқы соғым етпен айналысамыз. Сойған сайын жаңағы сыбағасын бөлек алып қаласыздар? Еттерінің, тазының еттеріне де бөлек алып, пакеттерге салып, таза еттерді қойып қоямын. Өкпесі бар, жаңағы бүйрек, сондайлар жейді таза. Мемлекет тарапынан қандай да бір қолдаулар бар ма? Мысалы, бір тазды асыраудың өзі әжептәуір қаражатты талап ететін дүние. Сіздер енді қазақтың ұлттық ойын, спортты дамытуға үлестеріңіз қосып жүрген жандарсыздар ғой. Иә. Мемлекет тарапынан қандай қолдау бар сіздерге? Жәрдемақы ала ма? Жоқ, ондай ештеңе субсидия, ондай ештеңе білмеймін, ондай ештеңе алмаймыз. Енді бұл бір шетінен былай өзіміздің хобби ғой, өзіміздің қызығымыз үшін, өзіміз үшін асырайтын дүние ғой. Біреуге былай не деп көмек сұрап етпейміз ешкімнен ештеңе. Жақсы, мемлекет тарапынан бір жер беріліп қалар енді, көресіздер. Жақсы. Иә, негізінде бір-бірлеріңізбен негізі чат ашып алған шығарсыздар, федерацияға мүше адамдар, тазы баптаушылар. Ондай WhatsApp'та да группалар бар, Instagram'да жаңа көксеректің өзінің парақшасы бар, 36 мың 37 мың оқырманы бар. Ойған, көксеректің бізде ондай оқырман жоқ. Сенің көп қайналайын. Инстаграмға видеоларын күнделік салып отырамын, сторис саламын, жаңа күшіктер болған кезде күшіктерін салып қоямын. Мысалы, сатылатын болса, сондай. Қанша тұрады? Біздің көрерменнің қазір сұрағын мен естіп байқап отырмын. Иә. Бір күшігі қанша тұрады? Енді күшіктерін 150 мыңнан, 250 мыңнан саттым. Неше айлық? 2 ай кезінде құжаттарын алам. Өзбекстаннан келіп сатып алып кеткен жігіттер бар. Одан Россиядан бір жігіт келіп сатып алып кетті. Қалған осы Қазақстан әрбір түкпір-түкпірдің облыстардан сатылды күшіктер. Енді сатылғаннан кейін бәрібір де іште енді бұл жай бір тарата салатын дүние емес қой, жауапкершілік бар бір жағынан. Сұрастыратын шығарсыз, бергеннен кейін, өскеннен кейін өзі иесі жазып тұратын шығар сізге? Бәрін номерларын сақтап қоямын. Иә. Қалай өсті ме деп. Сөйлесіп отырамын, бір айда, 2 айда бір жазып отырамын, күшік қалай өсіп жатыр ма? Жерсінді ме? Иә, жерсінді ме? Одан кейін жаңағы сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар, қалай баптау керек екенін бәрін айтып отырамын, түсіндіріп бәріне. Жеке-жеке сөйлесіп. Маған осыдан бірнеше жыл бұрын бір жақсы бір үлкен бір ағамыз ұсынған кәдімгі алабай күшікті. Әй, Тахир, інім айналайын, мен саған бір сыйлығым бар еді деп. Үйіне шақырып, кәдімгі күшікті көрсетіп отыр.
ана күшік деген бар ғой, енді күшік деп қояды, осындай шығар, енді сұмдық деп. Ауыр ма? Иә, сөйтіп маған мынаны алып кет дейді. Айтым, ойбай ау көке, мен мына итті алып кетіп ертең оны өлтіріп алып ертең обалына қалатын жағдайым жоқ. Сіз мені дұрыс түсініңіз, мен уақытым да жоқ оған қарайтын. Ол кәдімгі жауапкершілік қой. Сөйтіп айтсам, жарайды онда өзің дайын деген кезде айт, алып кетесің деді. Содан міне қазір көксеректі көріп есіме түсіп отыр. Менің де бір сыртта жүрген бір итім бар ғой деп. Көп рахмет, мынау бүгін біздің студиямызға келіп, осыны итбекіліктің қыр-сырымен таныстырып айтып отырғаныңызға, бізді былайша айтқанда Қазақстанды шетелге шығып, мына өзінің иттің пародасы дейміз ғой, тұқымы, өзінің тұқымын әлемге таныстырып жатқан өзіміздің қазақтың тазы, Құмайтазысы. Құмайтазысы, және де оны көбейтіп, тазы асыраушы дейміз ғой, тазы баптаушылардың санын көбейтіп жүргеніңізге сізге де рахмет. Бұл енді ата кәсіп, 7 қазынаның бірі. Әрбір үйде болса, енді құба-құп, әсіресе мал шаруашылығында жүргендерге, негізінде. Иә. Құрметті көрермен, біздің студиямызға Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Рахат деген ауылдан келген, рахат өмір сүріп жүрген көксерек және оның иесі Ақыл Рыскелдиев. Алғыс сізге, рахмет. Иә, ал біз жалғастырамыз.